Кейде біздің өмірімізде адам сене алмайтын оқиғалар болып тұрады. Елестетіп көрейік, сен өзіңмен өзің өмір сүріп жүрсің. Bir күні өзіңнен айнымайтын, барлық жер саған ұқсайтын өзіңнің клоныңды кездестіресің. Кейін тағы біреуін кездестіресің. Сен ойламаған жерден өзіңнің бір емес, екі егіз бауырыңның бар екенін білесің. Бұндайға сену қиын, бұндай тек фантастикалық фильмдерде болады деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ бұл оқиға шынымен де ақш-тың Нью-Йорк қаласында 1980 жылы Бобби Шафран, Дэвид Килман және Эдди Галланд атты 3 егіз баламен болған. Оларды кім және не үшін бөліп тастаған, бірін-бірі қалай кездестірген, өмірлерінде қандай ұқсастықтар болған және танысқаннан кейін өмірлері қалай өзгерген. Сіздермен бірге Жер домалақ YouTube арнасы. Біздің арнадан әлемде болған ең қызықты оқиғаларды қазақ тілінде тамашалай аласыздар. Ал біз бастаймыз. 1980 жылы Бобби Нью-Йорктегі Салливан колледжіне оқуға түседі. Бобби алғаш колледжға келген күні мүлдем танымайтын адамдар онымен амандасып, қал жағдайын сұрағанын байқайды. Кейбір адамдар амандасқан кезде Боббиді Эдди деп атайды. Боббиді адамдардың бұндай әрекеті таңғалдырады. Жатақханаға келгенде Боббидің есігін біреу қағады. Есіктің алдында өз көзіне сене алмай тұрған бала тұрады. Оның Боббиге айтқан бірінші сөзі «Асыранды баласың ба?» деп сұрайды. Бобби «Я» деп жауап береді. «Сенің туылған күнің 12 шілде ма?» «Я, 12 шілде» деп жауап береді таңғалған Бобби. Ол Боббиге егіз бауырының бар екенін айтып, екеуі телефон будкасына жүгіріп келеді. Олар Эддиге қоңырау шалады. Телефоннан Эддидің дауысын естіген Бобби өз дауысын естігендей болады. Телефонмен сөйлесу барысында екеуінің туылған күні бір күнде екенін және екеуі де Луис Вайс атты балалар үйінен асыранып алғандарын анықтайды. Екеуі көлікке отырып Эддидің үйі Лонг-Айлендке қарай ұшады. Түнге қарай Эддидің үйіне жетеді. Есігінің алдына келгенде есік ашылып, Эдди мен Бобби алғашқы рет кездеседі. Екеуі бірін-біріне қарап айнаға қарағандай болады. Екеуі үшін бүкіл әлем тоқтап қалғандай болады. Көп ұзамай газет беттеріне 19 жылдан кейін қосылған егіздер туралы мақала түседі. Егіздердің үшіншісі Дэвид ештеңе білмей сабақта отырған кезде оған досы газетті көрсетеді. Газеттен Дэвид өзіне қатты ұқсайтын екі баланы көреді. Екеуінің де туылған күні өзінікімен бірдей екенін және екеуі де Луис Вайстен асыранып алғанын көреді. Ондай сәйкестік болу мүмкін емес екенін түсініп, сабақта отырған жерінен жүгіріп үйге келеді. Үйіне келген кезде мамасы да сол газетті ұстап күтіп отырғанын көреді. Мамасы ол туралы ештеңе білмейтінін айтады. Айтарлықтай үшеуі де өзінің асыранды бала болғанын біліп өскен. Бірақ олардың ата-анасы асырап алып жатқан кезде егіздің сыңарын асырап алып жатқанын білмеген. Ол туралы оларға ешкім ештеңе айтпаған. Дэвид Эддидің анасының нөмірін тауып қоңырау шалады. Анасына өзінің Эдди мен Боббидің үшінші егізі екенін айтады. Үшеуі кездескен кезде қуаныштарында шек болмайды. Бірін-бірі танымай көрмей өссе де, әлемдегі ең жақын адамдардың жанында екенін сезеді. Үшеуі баладай ойнап, бірін-біріне қараудан көздері тоймайды. Бір-бірлеріне деген әңгімелері де бітпейді. Олар бірін-бірі өмір бойы танып өскен адамдар сияқты түсінеді. Сол кезден бастап үшеуінің өміріне күрделі өзгерістер келеді. Олар телевидениедегі ток-шоуларды аралай бастайды. Бұл оқиға туралы бүкіл әлемнің газеттері жаза бастайды. Олар бірін-бірі танымай өскеніне қарамастан, олардың мінезі де, қылықтары да, сөйлеу манерасы мен мимикасы, тіпті қозғалған қозғалыстары да бірдей болады. Олардың ұнататын заттары да бірдей болады. Қалаған тамақтары да бірдей. Үшеуі де бір темекі маркасын шегеді. Вы курите одни и те же сигареты? Да. Какие сигареты вы курите? Мальборо. Тіпті ұнататын қыздары да бірдей болады. Говорят, вам нравятся женщины постарше. Тағы бір таңғалдыратын сәйкестік, егіздердің үшеуінің де әпкелері болады. Олардың үшеуі де 21 жаста болады. Сөйтіп таныс емес адамдар ең жақын адамдарға айналады. Егіздердің үшеуі де 3 түрлі отбасында өскен. Боббидің әкесі дәрігер, ал анасы адвокат болған. Олардың отбасының жағдайлары жақсы болған. ақш-тың ең жақсы аумақтарының бірінде тұрған. Эддидің әкесі мұғалім болған. Отбасыларының жағдайлары орташа болған.
Ал Дэвидтің ата-анасы ақшқа көшіп келген мигранттар, қарапайым жұмыскер адамдар болған. Егіздердің үшеуін де Луис Вайс агенттігінен асырап алған. Луис Вайс асыранды балалар агенттігі 1915 жылы құрылған. Ол социалды және саясат элитасының қарауында болған. Шығыс жағалауындағы ең үлкен балалар асырау үйі болған. Егіздердің ата-аналары олардан шындықты жасырғанына қатты ашуланады. Олар жиналып шындықты білу үшін Луис Вайске келеді. Олар балаларды асырап алған кезде егіз екенін айтпағанына наразылықтарын білдіреді және балаларды бөліп тастауға қандай себеп болғанын сұрайды. Луис Вайс жұмысшылары 3 баланы бірдей асырап алатын ата-ана болмағанын айтады. 3 баланы бір отбасына тапсыру қиын болғандықтан бөліп тастағанын айтып түсіндіреді. Ата-аналар бұл істеріне ашулы болады, бірақ нақты ештеңе шеше алмай шығады. Ата-аналар бірнеше адвокаттық агенттікке шағымданып, бұл істі сотқа дейін жеткізуге тырысады. Бірақ адвокаттардың барлығы біраз уақыт өткен соң белгісіз себептермен бұл істен бас тартады. Ал егіздердің қуанышына ол кезде ештеңе кедергі бола алмайды. Олар ата-аналарының уайымдап жүрген мәселесіне еш бастарын ауыртпайды. Олардың ойлары мүлдем басқа жерде болады. Олар 80-ші жылдағы Нью-Йорктегі ең жақсы түнгі клуб, казино, ең абыройлы жиындардың беделді қонағы болады. Қай жерге барса да келесі күні үшеуінің суреттері газет бетінде болады. Олар тіпті әйгілі Мадоннамен бірге бір фильмнің үзіндісіне түседі. Егіздер бір-бірінен ажырамайтын болады. Бірге тұрады, бірге жұмыс істейді, бірге қыдырады, бірге ұйықтайды, тіпті қыздарға да бірге баратын болады. Арада уақыт өтіп, егіздердің үшеуі де үйленіп, жанұялы болады. Кейін олар өздерінің туған анасын тауып кездеседі. Ол кездесуден кейін де олар анасымен аса қатты араласпайды. Аналарымен кездескені олардың өмірінде аса маңызды рөл ойнамайды. Олар Нью-Йорктен өздерінің ресторандарын ашады. Ресторанның атын әрине 3 егіз деп қояды. Көп ұзамай олардың рестораны өте танымал жерге айналады. 3 егізді көру үшін бүкіл ақштан адамдар келе бастайды. Небәрі 1 жылдың ішінде олар $1 миллион аса ақша табады. Тоқсаныншы жылдардың ортасында Лоуренс Райт атты журналист бөлек өскен егіздер жайлы мақала жаза бастайды. Материал жазу барысында ол белгісіз бір ғылыми кітапша тауып алады. Кітапшаның аты баланың психикалық анализі деп аталады. Ол кітапшада бөлінген егіздер жайлы секреттік зерттеулер жайлы жазылғанын көреді. Ол жерде бірнеше егізді тек эксперимент үшін ғана бөліп тастағаны туралы жазылған. Ол егіздердің барлығы тек бір асыранды балалар агенттігінен асыранып алғанын көреді. Әрине өздеріңіз түсінгендей ол агенттіктің аты Луис Вайс болады. Журналист егіздерге хабарласып бар шындықты айтып береді. Егіздер өздерінің эксперимент бөлігі болғанын түсінеді. Олар 19 жыл бойы бірін-бірінен тек эксперимент үшін ғана айырылғанын біледі. Әрине олар үшін бұл өте ауыр соққы болады. Сол кезде егіздердің үшеуі де оларға бала кездерінде белгісіз адамдар келіп, неше түрлі тестілер қабылдағандарын естеріне түсіреді. Келген адамдар олардың көңіл күйін бақылаған, сұрақтар қойған, IQ тестілер қабылдаған. Олардың физикалық қабілеттерін тексерген. Олар оның барлығын профессионалды камераға түсірген. Ал балалардың ата-аналарына бұл жаңа бағдарлама, асыранды балалардың барлығы осындай бағдарламадан өтеді деп түсіндірген. Егіздер бұл эксперименттің қалаушысы профессор доктор Ньюбауэр болғанын анықтайды.
Ол өте абыройлы психолог болған, Нью-Йоркте үлкен бизнестері болған. Сол кездегі Американың ең танымал адамдарының бірі болған. Бұл эксперимент туралы газетке мақала шыққаннан кейін бірін-бірінен бөлінген тағы екі егіз қыз бірін-бірі тапқан. Әдетте зерттеулер болғанда эксперимент нәтижелері елге жарияланады, ал бұл эксперименттің нәтижелері ешқайда жарияланбаған. Бұл эксперимент арқылы Питер Ньюбауэр туылғаннан бірдей адамдар әртүрлі ортада, әртүрлі тәрбие көріп өссе, гендердің күші олардың өмірінде қандай рөл ойнайды. Былайша айтқанда, адам өмірінде табиғи гендер маңыздырақ па, әлде өскен орта, көрген тәрбие маңыздырақ па екенін анықтау болған. Көп ұзамай бизнес жүргізу барысында егіздердің арасында даулар туындай бастайды. Олар бір-бірімен көп ұрсыса бастайды. Үшеуі үш түрлі жанұяда өскендіктен үшеуінің арасында барған сайын түсініспеушіліктер көбейе бастайды. Ара қатынастары барған сайын қиындай береді. Ақыр аяғы Бобби бизнестен шығып кетеді. Олар бірін-бірімен араласпай бөлініп кетеді. Егіздердің қайта бөлінуінің салдары ең ауыр Эддиге тиеді. Бұл Эддиді тіпті депрессияға ұшыратады. Уақыт өте келе оның жүйкесі сыр бере бастайды. Эдди дәрігерлерге қаралған кезде дәрігерлер оған маниакалды психоз диагнозын қояды. Негізінде егіздердің үшеуінде де жасөспірім кезінде психикалық проблемалар болған. Олардың үшеуі де психиатрның қарауында болған. Бұл психикалық ақаулар оларға анасынан таралған. Одан бөлек бірін-бірі тапқан егіз қыздар да аналарында шизофрениялық ауытқулар бар болғанын анықтаған. Бұл Питер Ньюбауэрдің экспериментке әдейі психикалық ақаулары бар ата-аналардың балаларын алған жайлы айтады. Мүмкін ғалымдар психикалық аурулар ата-анадан балаға қалай тарайтынын білгісі келген болар. Эдди психикалық ауруханада 3 апта емделеді, кейін ресторандағы жұмысқа қайта оралады. Олар Дэвид екеуі ресторанда жұмыс істеп жүреді. Сондай күндердің бірінде Дэвид Эддидің бір жаққа кетіп қалғанын байқайды. Эддидің үйі жақын жерде болғандықтан Дэвид өз әйелін Эддидің үйінде ма екенін тексеруді сұрайды. Көп ұзамай Дэвидтің әйелі қоңырау шалып Эддидің үйіне тез арада келуді сұрайды. Дэвид Эддидің үйінің алдына келгенде есігінің алдында көптеген полиция қызметкерлерінің көлігі тұрғанын көреді. Дэвид көлігін жолдың бойына тастай салып жүгіріп үйге кірмекші болады. Бірақ полиция қызметкерлері Дэвидті үйге кіргізбейді. Дэвид Эддидің өз-өзіне қол жұмсағанын біледі. Эдди өзін өзі атып тастады. Дэвид Боббиге қоңырау шалады, бірақ Бобби ешқандай сөзсіз барлығын іштей сезіп біледі. 3 егіздің ішінде Эдди ең көп күлетін бала болған. Үшеуі бірін-бірі тапқанда ең қатты қуанғанда, араларында түсініспеушілік болған кезде ең қатты уайымдағанда Эдди болатын. Эдди жүрген жерінде бүкіл адамның назарын өзіне аударатын адам болған. Көп ұзамай журналист Лоуренс Райт эксперименттегі Питер Ньюбауэрдің көмекшісін табады. Экспериментке қатысқан көптеген адамның ішінде сұхбат беруге келіскен тек осы адам ғана болады. Ол егіздердің арасы тек 150 шақырым ғана болғанын айтады. Ол егіздердің барлығына кезек-кезек барып, егіздерді және олардың отбасын зерттеп бақылағанын айтады. Ал эксперименттің мақсаты ата-ананың берген тәрбиесі адам өміріне және баланың дамуына қандай ықпалын тигізетінін зерттеу болған. Олар экспериментке жағдайлары жақсы, жағдайлары орташа және жағдайлары төмен отбасыларын тауып егіздерді ұсынған. Және әр отбасында жастары бірдей асыранды 3 қыз болғаны да ескерілген. Бұның барлығы үлкен жоспардың бір бөлігі болған. Дэвидтің әкесі үшін баласы әлемдегі ең жақын адам болған. Дэвид әкесінің мақтанышы болған. Әкесі бар бос уақытын тек қана Дэвидке ғана бөлген. Ал Боббидің әкесі дәрігер болғандықтан оның бос уақыты аз болған. Бірақ ол бос уақытының барлығын Боббиге бөлген. Бобби мен әкесінің ара қатынастары жақсы болған. Ал өзіне өзі қол жұмсаған Эддидің әкесімен ара қатынастары қиын болған. Оның әкесі Эддиге өте қатал болған. Эдди өзін бұл отбасының бір бөлігі екенін мүлдем сезбеген. Ол өзін бұл отбасында әрдайым артықпын деп санаған. Ол көрген қиыншылықтарын әкесімен немесе анасымен ешқашан бөліспеген. Оның отбасы Эддидің қандай күйде екеніне ешқашан көңіл аудармаған. Шын мәнісінде егіздердің арасында көп ұқсастық болса да, олар ұқсас заттарды ұнатса да, жандарының тереңдігінде үшеуі де 3 түрлі адам болған. Бұл эксперимент 1950 жылдың аяғында басталған. Ол кезде психология жайлы адамдар өте аз білген. Бұл эксперимент біздің шығу тегіміз біздің өмірімізде үлкен орын алатынын көрсетеді. Қандай ортада өссек те біздің күнделікті әдеттеріміз, ойлау қабілетіміз, қимыл істеріміз бізге ата-бабамыздан гендер арқылы берілгенін түсінеміз. Біздің гендеріміз бен бізді қоршаған орта бір-бірінің үлкен қарсыласы десек те болады. Біздің
өміріміз біздің гендер итермелеген бағытта. Бірақ біздің балаларға берген тәрбиеміз, ата-ананың балаға берген махаббаты кез келген нәрсені толықтыра алатыны сөзсіз. Өте қатыгез эксперименттің нақты мақсаты қандай және оның нәтижелері қандай болғаны осы күнге дейін белгісіз. Ол деректер 2065 жылға дейін құпияланған. Қазіргі таңда сол эксперименттің кесірінен кемінде 5 отбасының балалары өздерінің егіздері бар екенін білмей өмір сүруде. Сіздермен болған Жер домалақ YouTube арнасы. Қазақ тіліндегі контентті қолдап кеткілеріңіз келсе, каналымызға лайк басып тіркеліп кетсеңіздер болады.